гороскоп бойынша кім? Сізге айтам. Телец. Кім соған? Угез Розал. Оңған, ақталған. Әмна сіз кім? София. Қиянатшы. Түгіл. Деп ойлаймын. Әмна сіз кім? Скорпион. Кім соған татарша? Шаян. Әйбәт кіші. Халық гороскопларға шана башлады. Башқа шанадан яса қалмағаш. Гәжет журналарына алуға ең әуәл Йылдызәмәдән үз хайваныңны іздейсің. Енді білдірулер аша танышыға тілегенде де біз Йылдызәмә тілінде yazışабыз. Фатирім бар. Кеуде болмаған 27 яшьлек сухияр, ғаилә құру үшін бұзылмаған балық іздей. Адресім бағанада. Мен кәжәмігіз. Boyu 180 сантиметр, белі 90, ауырлығы 110 килодан атмаған қысылаға үйленірге тілейм. Бірінші һәм соңғы этажларны тәқдим етпеске. 60 яшьлек садық, 35-тен ұзмаған бұзауны йортқа кірді. Бір күн кіші өзіне тең әйбәт хайван ізлей. Кімдір атында туған кімдері йолбарыз, қоян, маймыл, доңғыз, мен өзім Арыслан. Егерме ел элек бір бұзауға үйленген едім. Қатысы елінде ол қазір. Өзінің үш бұзауы бар әне. Кіші хайвандардан башқа яшай алмай. Ауыл жерінде яшаса абзарда малтуға да сырай, шәһәргә көшіп келсе, зоомаркетлардан хайваннар жия башлай. Менің де үш бөлмелі кітеклігімде прописка кірмеген 5 хайван яшай. Пісе, папугай, алтын балық, ташбаға һәм хатынның әнисі. Татарша әйткәндә әби. Яғни мәсәлән, фатир түгел иде, зоопарк. Әлі кибеттен бір шимпанзе алып қайтым деген едім де, хатын арқалыға түсті. Nə etsəgə indi bizgə 2 maymıl deyil. Özüm bilmey. Ақпасыны ол алып қайтты. Қызғаны бейді, конечно. Вокзал ашханасында ашқа өле yazған міскені. Зато Ақпасы біздің үйде дегустатор ол қазір. Әби пішіген дейсітнің башта аңа беріп қалайбыз. Қай вақыт ашағаннан соң 3 түн бойы түбегемді алмайды жанашым. Нашаттыр кімге елмәсін деп Tüvege çıkarmayımız özün. Doğan gününde eylegine öp geldik. 10 yılda bizi yıldı. Bu şalada bile. İyi zorladılar miyekten Akkası'nı. İyi zorladılar. Şide kilalı mülkülerini kütelip, İşalda yaşaytırgan başayları da kaytkanlar diye. Yaratabız Akkası'nı. Silaşabilmegen işini yaratabız. Mıdılasa әммә ләммем. Юқса ул бит гомере буе безнең аяк ишендә йоклый. Төнләрне күргәндә түбәгәмне сөйли башласа. Тагын ташбакабыз бар дидем. Ташбака әбигә йөреп килдек әлешне. Мин аңа ничә яшь икәнен белмим. Тыныш хайван икәнемзе. Кыш буе йоклый. Но әби шикелле гырламай. Ташбакалар 300 ел вакытлык яши. Имеш әби менә шуны сынамакчы. Yaşar. Abi neydi? Kevden kevlerine gidiyor. Şimdi kızı var. Şahar sayın bilev. Mendeki sıtıpşık kızı. 3 bölmeli fatirimizde birden bir impatni eybiru. Papugay. Tutu kış. Kış imiş. Tutulgan tavuk. Kaplan kas. Beliş işindeki özdek. Mene bunları kış içmasam. Tutu kış nastoyaşı hayvanı. Anım alayım alıp kayttı. Min avuşiydi. İmiş sügünüğünden bizdiremel misinin değil. Aynen. Min attığın ışkındırmayayım hazır. Anım kararı tutu kışılı silaşı geylendi. Televizor kapatsak, karşına kilip oturada tutuna sügünürge. Sügündür atılgan ilde yaşaymış şu. Mine ili bir şirip bayısın desek, sügünüşlerge nalog tületirge gerek. Jinlenini süksen 100 so'm, avuzga desang 200 so'm, anamni sog'insang 300 so'm. Hukumatni süksang, ilg'otlar bo'lsin.
Тәртип турында сүз чыккач, безгә хайваннардан үрнәк аласы бар әле. Алар үз хуҗаларыннан әдәплерәк, аты юлы белән сүгенә белмиләр. Үз хайванына куркатыр өчен эш хәлеп җитә. Я сыйтәрләр, я шитәрләр, я сыйтәрләр. Ә безнең хатыннар ирләр белән әрләшә башласамы, алфавитның 39 хәрефе дә җитмәй. Ак син з, син үзең х, үзеңне бел б, үзең с дип хайванны силләрен сарап итәсең. С хәрефеннән соң хатын куласына эләккән әйберен беренче алып башыга тындыра, ул ташбака булып чыга, һәм син мазга трясение аласың, мазган булса, конечно. Ташбаканы кире чырасың, хатынның селкенә торган мие юк. Аның 300 ел яшьлек кенә әнисе генә бар. Әби миңа үчитеп ташбак астына алтын балыкны ыргытам, мин аңа үчитеп алтын балык өстенә тутыйкышны ыргытам, һәм мәчене ыргытам. Әби хитрыйчы, ташбак астына ияреп уртанчы кияүләренә китеп бара. Ак песи безнең белән бәхилләшеп түбәгә менеп сыпыра. Хатын шикәбә чыланга кереп бикләнә. Җәйге ялга киткәндә йорт хайваннарына кая куясың дип интегәсе юк. Ел сайын әнә шулай хәл ителә. Гауга чыккан икән чыксын, шулай бит. Бырчылык нәрсәме? Әдләшү бит ул ялкау телгә физалят кыргына. Икенче көнне гәҗиттән яңа гороскоп табып аласың, анда тагын сиңа зоомаркетта кирип хайваннар җыярга тәкъдим ителә. Тормыш дигәнең гел бер төрле ул. Хайваннары гына алмашынып тора. Шулай. Әле бүген минем туган көн. Бик зур рәхмәт.